Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі. Ахмет Байтұрсынұлы. Ана тілін біліп қой, еркіндігін, теңдігін. Ана тілін біліп қой, мақтан үшін еліңнің. Ана тілін арын бол, ұятын боп түрметте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліне құрметте. Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстанның болашағы қазақ тілінде. Мемлекеттік тіл қазақ тілі, еліміздегі барлық қазақстандықтарды біріктіретін күш. Тіл мәртебесі, ел мәртебесі. Бауыржан Момышұлы, тіл тазалығы үшін күрес, ешқашан толастамайтын мәңгілік күрес. Мағжан Жұмабаев, тіл адам жанының тілмашы, тілі кем болса адамның қоры болғаны.